Сәлеметсіңдер ме? Мен Сыгая Бағымбатсагидоллаяна, Innovative колледж мекемесінің химия пәнінің оқытушысымын. Бүгін біз сендермен жаңа тақырыпты бастамас бұрын мына төменде берілген бейне жазбаға мұқият көңіл аударайық. Органикалық химия термині ертеректе жануарлар мен өсімдіктерден табылған қосылыстарды зерттейтін химия саласына қатысты қолданылады. Мұндай қосылыстар органикалық қосылыстар деп аталады. Тірі организмдер кез келген басқа жолмен алынбайтын органикалық заттардың пайда болуына жауапты арнайы тіршілік күшінің бар болуымен сипатталады деп есептелінді. Демек, балалар, өздеріңде біліп отырған шығарсыңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы органикалық химия жайлы болмақ. Бүгін біз органикалық химияға кіріспей, органикалық заттардың классификациясы туралы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты органикалық заттар, олардың бейорганикалық заттардан ерекшеліктері, қасиеттері және жіктелу жайында білімдеріңді толықтыру. Жалпы сендер мектеп курсынан бейорганикалық және органикалық курс бойынша мәлімет алып келдіңдер. Жалпы химияның үш түрі бар. Жалпы химия, бейорганикалық химия және органикалық химия. Органикалық химия көмірсутектер және олардың туындыларының қасиеттерін, құрамын және құрылымын зерттейтін ғылым. Органикалық қосылыстардың 7 миллионнан астам, бейорганикалық қосылыстардың 700 мыңнан астам түрлері бар. Органикалық қосылыстардың көп болу себебі олардың изомерлену процесіне және көміртек атомдарының бір-бірімен жай немесе екі-үш еселенетін байланыстың болуымен түсіндіріледі. Органикалық химия терминін ең алғаш рет 1808 жылы швед химигі Берциллус ұсынған. Бұл термин ол кезде тек тірі организмдермен ғана байланыстырылып түсіндірілді. 19 ғасырдың аяғында көптеген зерттеулер нәтижесінде органикалық қосылыстар синтезделіп, ол түсінік жоққа шығарылды. Органикалық химияның ғылым ретінде дамуы сол кезден басталды. Органикалық химияның дамуына 1861 жылы Бутлеров ашқан органикалық заттардың құрылыс теориясы маңызды орын алды. Осыған байланысты органикалық химияда химиялық байланыс, молекулада атомдардың байланысу реті, олардың өзара әсері деген жаңа ұғымдар ене бастады. Енді балалар, органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы бойынша мына аудио жазбаға көңіл аударыңдар. Тек екі немесе одан да көп коваленттік байланыс түзе алатын атомдар ғана тізбекті молекулаларда өзара байланыс алады. Егер атом оттек немесе күкірт секілді екі байланыс түзсе, басқа атом тізбекке жалғана алмайды. Сол себепті теориялық тұрғыдан тізбекті құрылым осы екі элементпен шектеледі. Элемент атомының негізгі тізбегіне жалғанған бүйір топтары бар құрылым болу үшін кем дегенде 3 байланыс болу керек. Ондай бірнеше элемент қана бар. Олар көміртек, азот, кремний және фосфор. Орташа байланыс энтальпиясы немесе байланыс энергиясы деп аталатын тізбектегі бір көміртек дара байланысын үзу үшін қажет энергия мөлшері өте жоғары. 347 килоджоуль бөлінген мольге тең. Басқа гомоатомды қосылыстардың орташа байланыс энтальпияларымен салыстырсақ, көміртек байланысының ең мықты екенін байқаймыз. Осыған байланысты тек көміртек атомдары ғана жердегі температура мен қысымда тұрақты болатын ұзын тізбекті құрылымдар түзе алады. Қалған 3 элементтің ішінен тек кремний ғана қысқа тізбектер түзеді. Кремний байланысы көміртек байланысынан әлсіз болғандықтан, ондай құрылымдар тұрақсыз. Олар қалыпты температура мен қысымда оңай ыдырайды. Көміртек қос байланысы дара байланыстан мықтырақ, алайда олар дара байланыстарға қарағанда сирек кездеседі.
Мысалы, олар қанықпаған май қышқылдары мен А дәруменінен табылған. Көміртек үш еселі байланысы өте сирек кездеседі. Олар ацетилен мен оның туындыларында болады. Химиялық құрылыс теориясы бұл органикалық химияның іргетасы. Оның органикалық химиядағы маңызын бейорганикалық химиядағы Менделеевтің периодтық жүйесімен салыстыруға болады. Химиялық құрылыс теориясы молекулаларды өзара қатаң тәртіппен байланысқан атомдардан тұратын жүйе ретінде қарауға мүмкіндік берді. Молекуланың құрылысын білуге болмайды деген идеалистік көзқарасқа соққы беріп, органикалық химияда белгісіз болған көп фактілерді түсіндіруге түрткі болды. Он 18-ші ғасырда қазіргі химияның шарықтау кезеңінде ғалымдар органикалық және бейорганикалық қосылыстарды ажырата бастады. Органикалық қосылыстар өсімдіктер мен жануарлар секілді тірі организмдермен байланысты қосылыстар ретінде анықталды. Олар қыздыру кезінде жанат немесе күйеді. Ал өлі материямен байланысты қосылыстар бейорганикалық қосылыстарға жатқызылды. Бұлар қыздыру кезінде еритін немесе буланатын және салқындату кезінде қайтадан алғашқы қалпына келетін заттар болатын. Адамдар органикалық қосылыстар ерекше тіршілік күшінің әсерінен тек қана тірі организмдерде ғана пайда болады деп есептеді. Витализмді, яғни виталистік ілімді теріске шығарған алғашқы ғалым неміс химигі Фридрих Вьоллер болды. Ол 1828 жылы таза бейорганикалық реагенттерден алғашқы органикалық қосылыс несепнәрді синтездеді. Несепнәр жануарлар метаболизмінің жанама өнімі болып саналады, және ол зәрдің құрамында болады. Вьоллер несепнәрді қарапайым бейорганикалық тұз аммоний цианатының сулы ертіндісін буландыру арқылы алды. Виталистік ілім 19-шы ғасырда химия ғылымынан ақырындап жоғалып, көптеген органикалық қосылыстар зертханаларда синтезделгенмен, органикалық және бейорганикалық химия деп бейресми бөліну қазіргі кезге дейін сақталған. Органикалық заттар адамға өте ертеден таныс болды. Себебі адамның өмір сүруіне ең қажетті заттар ішетін тағам, киетін киім, жағатын отын, бұлардың барлығы органикалық заттар. Уақыт өте келе адамдар табиғи органикалық шикізатты өңдеп, өз қажетіне пайдалануды үйрене бастады. Ерте кездің өзіндегі адамдар тамақ пісіруді, тері илеуді, жарақаттарды жазатын дәрілер дайындауды, малдың сүтін өңдеуді, сусындар дайындауды білді. Бертін келе адамдар өсімдіктерден бояулар алып, тері мен матаны бояуды, қант өндіруді, сабын жасауды, сірке суы мен өсімдік майын алуды үйренді. Осылай адамның пайдаланатын заттары көбейіп, өндіретін өнімнің саны өсе бастады. Органикалық қосылыстар бір-бірімен және басқа бейметал атомдармен коваленттік байланыспен байланысқан көміртек атомдарынан тұратын қосылыстар ретінде сипатталады. Қазіргі кезде миллиондаған осындай қосылыстар анықталған, және жаңалары ашылған немесе синтезделген сайын олардың саны жүйелі түрде артуда. Көміртек элементі периодтық кестенің екінші периодында 14-ші топта орналасқан. Көміртек атомының электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p2. Және оның байланыс түзуге қатысалатын 4 валенттік электроны бар. Органикалық қосылыстарда әрбір көміртек атомы 4 байланыс түзеді. Органикалық қосылыстар санының өте көп болуы көміртек атомдарының өзара байланыса алатын ерекше қабілетіне байланысты. Осылайша түзу тізбекті, тармақталған, циклды және одан да күрделі құрылымдар түзілуі мүмкін. Органикалық химияның жеке ғылым ретінде бөлінуінің басты себебі органикалық заттың құрамына көміртек атомы кіреді және олардың саны өте көп және әр алуан болуында. Тағы бір себеп органикалық заттардың бейорганикалық заттармен салыстырғандағы қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты. Үшінші себеп адамдардың тіршілігі мен іс-әрекеттерінде органикалық қосылыстардың маңызы зор. Сонымен қатар органикалық заттар биологиялық жағынан маңызды. Тірі организмдерде жүретін процестер органикалық заттардың қатысында өтеді.
биологиялық процестердің жүруін реттеп, катализдеп отыратын гормондар, витаминдер, ферменттер, бұлар органикалық қосылыстарға жатады. Ішетін тағамымыз негізінен органикалық заттар. Киетін киіміміз, жағатын отынымыз да органикалық заттардың бір түрі. Дәрі-дәрмектер мен жуғыш заттар, қағаз бен бояулар, синтездік каучук пен резеңке, желім мен лак, жарылғыш заттар, органикалық тыңайтқыштар, бұлар да органикалық заттарға жатады. Органикалық қосылыстар көміртек тізбегінің құрылымы бойынша жіктеледі. Ациклды және циклды. Ациклды қосылыстарға қаныққан және қанықпаған көмірсутектер, яғни қаныққан көмірсутектер алкандар, қанықпаған көмірсутектер алкиндер, алкадиендер және алкендер. Циклды қосылыстар екіге бөлінеді: карбоксилді, гетероциклды. Карбоксилді қосылыс оның ішінде алициклді және ароматты болып екіге бөлінеді. Көміртек атомдарының арасында дара байланыстар болса, органикалық қосылыстар қаныққан деп аталады. Ал қосылыстарда қос немесе үш байланыс болса, олар қанықпаған көмірсутектер деп аталады. Бір классқа кіретін қосылыстардың құрылымы, физикалық және химиялық қасиеттері ұқсас келеді. Ал оларды бір-бірімен ажыратып тұратын С2 тобының кез келген санын болуы мүмкін. Заттардың осындай қатарын гомологтық қатар, ал бұл қатардағы заттарды бір-бірінен ажыратып тұратын С2 тобы гомолог айырымы деп атайды. Гомологтар құрылысы мен қасиеттері ұқсас, бір немесе бірнеше С2 тобына айырмасы бар, жалпы формуласы бірдей заттар. Балалар, өздерің байқап отырғандай, мына жерде алкандар, яғни қаныққан көмірсутектердің гомологтық қатары берілген. Алкандардың гомологтық қатары метаннан басталып, деканнан аяқталады. Алкандарды атаған кезде ан жұрнағын жалғап атаймыз. Өйткені біз қаныққан көмірсутектерді алкандар деп атаймыз. Метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Балалар, Бутлеровтың құрылыс теориясы және осы органикалық қосылыстардың негізгі класстарында алдыңғы сабақтарда біз жеке-жеке тоқталып, толығырақ мәлімет алатын боламыз. Органикалық заттар мен биорганикалық заттардың арасына айқын шек қоюға болмайды. Көміртек оксиді, көмір қышқылы және оның тұздары кейбір қарапайым заттар құрамына көміртек болғанымен органикалық қосылыстарға жатпайды. Қасиеттері биорганикалық қосылыстарға ұқсас болғандықтан, олар биорганикалық химия курсында қарастырылады. Органикалық қосылыстар қарапайым метаннан бастап, өте күрделі белоктар мен нуклеин қышқылдарына дейін құрамдары әртүрлі болады. Қайда қарасақ та, қайда көз жіберсек те, көретініміз химия ғажайыптары деп Ломоносов өте орынды айтқан екен. Балалар, жоғарыда берілген қосымша деректерді пайдаланып, үй тапсырмасына осы тақырыптың аясында постер құрайсыңдар. Екінші, органикалық және биорганикалық заттардың ұқсастықтары және айырмашылықтарын ажыратып жазыңдар. Үшінші, төменде берілген кестені толтыру керексіңдер. Бұл кестеде сендерге органикалық және биорганикалық заттар берілген, соларды ажыратып жазасыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.